деп қазақ айтқан. Қазақ сондай дана, қазақ ойшыл. Екі ауыз сөзбен ердің құнын шешкен. Сөзде қасиет бар, сөзде кие бар. Сөз сәулеленеді. Bir сөздің сәулесі түскен жерде образ пайда болады. Сөз өлмейді. Сөз қару, сөз құдірет, сөз өнер. Өнер алды қызыл тіл деп. Жердің дауын, жесірдің дауын. Аталы сөзге арсы ғана тоқтамайды деп қазақ осы. Сөз қадірің, өз қадірің, сөз құдіретің, өз құдіретің деген. Сондықтан да қазақтай сөзді ойнатып, қазақтай сөзді ойлатып сөйлейтін қазақ халық жер бетте кемде кем. Бірақ өкінішке орай анамыздың тіліне қарсы шығып жатқан арсыздар бар. Ана мектеп қазақша болсын, орысша болсын деп жүрген қазақтар бар. Орысша оқытып жүрген осы күні орысша оқытқан қазақ ол дені сау қазақ емес. Ол рухани ауру адам. Рухани дертке шалдыққан адам өзінің ана тілінен жириді. Сондықтан анамыздың тілі бұл біздің салтымыз, дәстүріміз, әдетіміз, ғұрпымыз, анамыздың ақ уызымен келген тілге жететін тіл жоқ. Сондықтан да мен бір өлеңімде бар. Тіл тірегі, тіл жүрегі халқымның, тіл тұрғанда құны да жоқ алтынның. Жанауыры біздей тұғын жоқ сол, дәстүр ғұрып ата баба салтымның дейді. Тілінде өзінің ана тілінде оқымаса, ол адамнан еш уақытта опа күтудің керегі жоқ.